Сүзбе айраннан ашыған сүттен әзірленетін тағам. Сүзбені айраннан әзірлейді. Ол үшін айранды кенепті қапшыға құяды да одан ағызады. Қалған қою масса сүзбе болып табылады. Одан кейін сүзбеге кішкене тұз салады. Қазақ халқы сүзбеден құрт жасаған. Кейбіреулер мұны қатық деп те атайды. Сүзбеден қазақтар құрт жасап, оны ет тағамдарына астатым ретінде қосып пайдаланған. Тың түрінде де қолданылады екен. Қазақ халқының өзіне тән және сирек әзірлейтін тағамдарының бірі ол сүзбе. Сүзбе сүзу үшін айранды ұйытып, оны кәдімгі қапшыққа құйып, жоғары іліп қояды. Осы жерде айранның суы әбден ағып болып, қап түбінде айранның маңызы, яғни қоюы ғана қалады. Оны шұңғыл шараға құйып алып, әбден араластырады, тұз салады. Сүзбе әдетте күн суыған кезде қыста дайындалады. Оның ащылау әрі қышқыл дәмі тәбет ашады. Дастархан үстіне дәмін алған немесе сорпаға қосып ішсе, астың құнын сапасын арттырады. Сүтке қайнаған суға езіп ішсе, шөлді тез басатын қасиеті де бар. Сүзбе қышқыл сүт өнімдерінің ішіндегі ең пайдалысы. Себебі оның құрамында адам ағзасына жеңіл сіңетін ақуызы амин қышқылға толы. Олардың ішіндегі ең пайдалысы метионин. Метионин бауырдың жұмысын реттеп, ағзаны уланудан сақтайды. Сонымен қатар ағзадағы холестерин деңгейін төмендетеді. Қан қысымды реттеп, ұйқыны жақсартады және стресстік жағдайларды болдырмауға көмектеседі. Бір ауызбен айтқанда, сүзбенің адам ағзасына пайдасы өте зор. Сүзбенің құрамы кальцийге өте бай, әрі фосфор, магний, калий, темірде кездеседі. Ал дәрумендерден А, В, С, Е дәрумендері бар. Сол себепті сүзбе түрлі аурумен ауыратын адамдарға тұтыну керек өнімдерінің бірі. Мәселен, жүрек, қан тамыр мен жүйке жүйесінің ауруларында, жоғары тыныс жолдары қабынғанда, бауыр мен бүйрек ауырғанда сүзбені өз мәзіріңізге қосыңыз. Сонымен қатар, қант диабеті мен қан қысымы артқанда да пайдаланған тиімдірек. Алайда, шамадан тыс тұтынбаған жөн. Күніне 300 грамм сүзбеден 3 рет жесеңіз ғана пайдасын көре аласыз. Әйтпесе, бәрі де керісінше болуы мүмкін. Сүзбе балалар мен аяғы ауыр әйелдерге өте пайдалы. Себебі жаңа жасушалардың пайда болуына, әрі жүйке жүйесінің дұрыс дамуына көмектеседі. Ал құрамындағы темірдің арқасында қанасыққа қарсы тұра алады. Артық салмақтан айығу үшін де сүзбенің пайдасы мол. Ол үшін сүзбенің тек майсыз түрін ғана таңдаңыз. Оның құрамында көмірсудың мөлшері аз болғандықтан қарынды қатты аштырмай жеу керек. Ал керісінше майлы сүзбе артық салмақ қосқысы келіп жүргендерге таптырмайтын өнім. Сүзбеден компресс жасау арқылы да аурудан аюға болады екен. Ол үшін тым ауыратқан кезде сүзбе мен балды араластырып, кеудеге компресс жасау керек. Сүзбемен беттің әртүрлі терісіне қарай масканың түр-түрін жасауға болады. Асқазан жарасы мен іш ауырғанда престелген сүзбені жеген дұрыс. Ал дұрыс сақталмаған сүзбенің зияны өте көп. Себебі тұрып қалған сүт өнімінде бактериялар тез көбейеді. Сол себепті тек сүзбенің жаңа дайындалған түрін тұтынған абзалырақ. Жалпы сүзбе бұл өте жағымды өнім. Сондықтан сүзбе зияны тек сапасыз немесе сақталмаған өнімді сатып алған жағдайда ғана көрінуі мүмкін. Ал ең үлкен зияны үйде өздігінен қышқыл сүттен дайындалған сүзбе. Бұл жағдайда зиянды микроорганизмдер міндетті түрде сүзбеге түседі. Мұның бәрі сүзбе пайдасы мен зияны, оның балғындығы мен дұрыс дайындалуына байланысты екенін ескеру қажет және түсіну үшін өте маңызды. Егер күнде 200 грамм сүзбе жесеңіз, сүйектің саулығы артады, зат алмасуды жақсартады, қандағы қан деңгейін реттейді. Бұдан да бөлек шипалы қасиеттері бар. Атап айтатын болсақ, зат алмасуды реттейді, артық салмақтан арылтады, әйелдің денсаулығын жақсартады, бұлшықетті қатайтады, сүйекті нығайтады, қанттың мөлшерін қалыпқа түсіреді, жүрек ауруын сақтайды, мидың жұмысын жақсартады екен. Ендеше, аталған аурудың алдын алып, саулығыңызды жақсартқыңыз келсе, міндетті түрде сүзбе жеуге әдеттеніңіз. Сүзбе тамақ әрі емдік қасиеті мол дәрі де болмақ. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.